Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда сіздерге ең жұмсақ үлбіреп пісетін дәмді панкейктің жасау жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен жұмыртқамыздың сарыуызы мен ақуызын бөлек ыдыстарға ажыратып аламыз. Содан соң сарыуызымызға 1,5 немесе татымыңызға қарай 2 ас қасық шекер қоссаңыз болады. Миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң сүтіңіз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Осы қоспамызға қосамыз және 1,5 қасық сұйық майымызды қосып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осындай сұйық қоспамызға біртіндеп електен өткізілген ұнымызды салып бастаймыз. Видеода керекті консистенция қандай болуы керектігі көрсетілген. Достар, егер де сіздің отбасыңыз үлкен болып, көп мөлшерде панкейк қажет болса, төменде көрсетілген көлемді 2-ге немесе 3-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Ендігі кезек ақуызымызға келді. Шым-шым тұзымызды қосып, миксерімізбен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ұмытпаңыз, миксеріңіздің басы таза және құрғақ болуы керек, яғни араластыратын темірі. Осылайша видеода көрсетілгендей 2 есе көлемде болуы үшін бізге 2-3 минут қажет болады. Бар жоғы осы достар. Ендігі кезекте көтеріліп тұрған ақуызымызды келесі табаққа салып, жай ғана араластыратын боламыз. Мінекей, қоспамыз дайын болды. Ендеше бастайық достар. Табамызға ешқандай май жағудың қажеті жоқ, себебі құрамында сұйық май болғандықтан бұл панкейк табаға жабыспайды. Осылайша өзіңізге керекті көлемде құйып, екі жағын қызартып пісіріп алсаңыз болады. Арғы бетінің піскенін бет жағында көпіршіктер пайда болғанынан аңғаруға болады. Сол сәтте келесі жағына аударып айналдырғаныңыз дұрыс. Мінекей достар, таңғы асқа болсын немесе тәтті жегіңіз келген болса, осы панкейкті жасап отбасыңызды қуантсаңыз болады. Қант ұнтағымен немесе шоколадты глазурмен әсемдесеңіз, одан әрі дәмді бола түседі. Сіз де жасап көріңіз. Баршаңызға ас болсын достар.